Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен баклажан мен ащы огонек салатын жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Сонымен бізге керегі баклажан, болгар бұрышы, уксус, сарымсақ, ащы бұрыш, приправа хмель-сунели, шекер және тұз, май керек болады бізге. Осылардан бірінші баклажанды дөңгелектеп турап алып, үстіне тұз салып, мұздай суға 2 сағатқа қойып қоямыз. Қызыл бұрышымызды ет тартқыштан өткізетін боламыз. Осылай үстіне су құйып дайындап қоямыз. Ол дайын болғанша біз қызыл бұрышымызды, сарымсақ, ащы бұрыштарымызды өткізе беретін боламыз. Және банкілерімізді стерилизовать етіп дайындай береміз. Қақпағымызбен қосып дайындап қойып қоя береміз. Осылай бірінші сарымсағымызды, онан кейін болгар бұрыштарымызды, ащы бұрыштарымызды барлығын ет тартқыштан өткізіп, баклажан дайын болғанша дайындап қоя береміз. Міне бәрін өткізіп алдық. Енді үстіне шекерімізді, хмель-сунелиді, ерекше дәм береді. Хмель-сунели приправасы. Тұзымызды, бұл жерде тұзымызды 2 қасық қана саламыз, өйткені біздің баклажанымыз суда тұр, ащы болып кетуі мүмкін. Кейін тұзын көріп, артық кем болса сала береміз. Уксусымызды құямыз, үстіне майымызды құятын боламыз. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Осының үстіне баклажанымызды судан жақсылап сығып алып, суын барынша сығып, осы шеккен үстіне араластырып, отқа қоятын боламыз. Отта баклажанымыз жұмсағанша қайнататын боламыз. Астын баяу отқа қойып қоямыз. Бір қалыпты қайнап, асты күйіп кетпес үшін астын қозғап отыратын боламыз. Баклажанымыз жақсы пісіп қалды біздің. Енді осы жұмсағаннан кейін 5-10 минут тағы қайнатып, дайындап қойған, стерилизовать етіп қойған банкілерімізге құйып жабатын боламыз. Міне банкілерімізге құйдық. Біздің салатымыз осымен дайын. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар.